Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатикаға каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз HTML-де кесте құру және кестені өзгертетін атрибуттар тізімі. Жалпы HTML тілінде бізде кесте құру үшін бар болғаны table тегін пайдалану қажет, и дальше уже другая история деп айтады. Ондай болса кеттік тақырыпты сразу ашайық. Например, создать текстовый документ, и осының ішінде создать етеміз HTML. Так, HTML осы жерде ашылды, жабылды. Мынаның ішінде fit, мынаның ішінде fit body, и осының ішінде body жабылды. Так, осыны бір файл сохранить как деп алайық та. Все файлы table.html деп беремін. Менде ашылды файл. Енді маған керегі осы жерде table-ды ашу. Table деген тег беремін. Table. И table деген тегтімен жабам. Мына жерге title тақырыпша болсын, кесте болсын да. И title жабылсын. Келесі table ашылды, table жабылды. Енді осының ішіне мен кесте құратын боламын. Жалпы Ctrl-S деп беремін. Ctrl-S деп беремін да, ішін ашып көремін. Вот менде қазір кестенің, яғни қаңқасы мына жерде бар негізі. Көрінбеуі мүмкін, но на самом деле бар. Енді қараңыздар, осы жерде ең маңызды нәрсе, ол жерде table деген английский өзі кесте, яғни кестені құратын тег, бұл ашылады, жабылады. И міндетті түрде осы жерде кестенің қатар санын анықтайтын дескриптор деп айтқанда, значит, мынау бір tr дегеніміз, қазір былай өткендерін қазір мынаны өттік. Так, енді қараңыздар, tr дегеніміз бұл бізде ол table row деп аталады, яғни кестенің жолы деп атауға болады. Яғни бізде кестенің қанша қатар тұратынын бізде tr арқылы беріледі. Tr ашылады, tr мына жерде жабылады. Ол деген сөз қазір кестеміз біздің бір қатардан, яғни бір жолдан тұратын кесте дегенді білдіреді. И қазір мына жерге мен қазір сохранить етемін. Сохранить ететін болсам, әлі де мына жерде ештеңе көрінбейді, себебі оның ішіне ешқандай мәлімет берген жоқпын. И tr-дың ішіне ешқандай мәлімет берілмейді. Кестеде мәліметтер ұяшықтардың ішіндегі, яғни ячейкаларға, яғни кестенің ішіндегі ұяшықтарға беріледі. Ал сол ұяшықты жасайтын тег бізде ол td. Td дегеніміз table data деп атайды, яғни біздегі кестенің ішіндегі ячейкаларды создавать ететін осы td. Значит, tr-дың ішіне міндетті түрде td ашылады. Бұл осы бір қатардағы ұяшықтар санына жауап береді. Яғни осы жерде, так, осы жерге мысалға мына жерге мәтін деп бере салайын. Так, мәтін деп беретін болсам, 1, 2, 3 беретін болсам, значит, менің кестем данный момент бір жолдан тұрады және 3 ұяшықтан тұратын қазір кесте болып өзгереді. Так, осылайына бердім. Менің кестем мына тұр. Мәтін деген кесте болып тұр. В принципе, пока что осылай тұр. Түрі кестеге ұқсамай тұр, но на самом деле осы жерде ол бір жолдан тұратын кесте болып тұр. Келесі нәрсе, бізде тура осыны қазір көбейтіп алайық. Мысалға мен бердім, астына қарай бердім, мені қараңыздар. Мәтін 2 деп өзгертейін, мына жерге мәтін 2 деп өзгертейін, мына мәтін 2 деп өзгертейін. Өзгерттім, мына жерге қарай бердім, обновить ететін болсам, менде мәтін 2, яғни екінші жолына қарай түсті. Сонда тура осындай порядокпен уже үшінші мәтінді беріп алайын. Сонда менің кестем 3 қатар, яғни 3 бағаннан тұратын, менде обычный кесте болып тұр. Бірақ та кестенің кесте ететіндей бізде қазір данный момент, яғни осыған кесте екеніне жауап беретін оның шекаралары жоқ болғандықтан
значит маған шекараны жасайтын тег керек. Ол шекараның шекараны беретін, ол бізде бордер деген ол бізде жақтау деген, прямой болмаса бордюр деп айтады былай. Яғни прямой шекара деген береді. Шекараның енді размерін береміз. Ол кестенің ішінде орналасатын атрибут. Сонда ол мына жерде орналасатын атрибут, ол бордер деймін. Бордер деймізді тең болады, осының ішіне бір размер береміз. Например, 2 деп беретін болсақ, яғни оның кестенің жиегінің қалыңдығы 2-ге тең болады деген сөз. Данный момент осындай бізде пока что кесте болып тұр. Кестенің қалыңдығы пока что 2. Дальше мысалға ол 2 емес, 3 деп беретін болсақ, более-менее қалыңдау болып көріне береді. Бірақ бізге ол керек емес. 2 болып тұра берсін. Так, Ctrl-S. Осылайынан бердім. Так, менде осындай обычный кесте. Сіздер білесіздер, кестеде ең алдымен ең басындағы әріптер, осы жерде оның осы өрістердің атауы деп атайды. Былай айтқан кезде кестенің негізгі астында не орналасатынына жауап бердім. Мысалға аты, жөні, мысалға сыныбы деген сияқты ең негізгі атаулар өрістер болады. Ол бізде TH деп аталады. TH дегеніміз table head дейді. Table head дегеніміз кестенің тақырыпшасы деген сөз. Яғни кестенің бағаны мен тақырыптарын анықтайды. Яғни бұл жерде былай болады. Бұл бізде TR-дың ішінде орналасады. TR-дың ішінде орналасады да, мысалға тура осы жерде ең басына орналасады. Осы жерге бұл TD-ның орнына TH болып өзгереді. Бұл table head болады. Яғни бізде мынада head болсын. Мынау бізде мәтін, негізгі мәтін болсын. Мыналар мәтін 1, мәтін 2, яғни мәтін 3 болсын. Мына жерге сол кезде бөліміне көрінеді. Ctrl-S деп берейін. Осы жерге беретін болсам, менде қараңыздар, кестенің, яғни тақырыпшасы мәтін дегендер бізде ортада қалың, яғни қою әріппен жазылған, яғни кестенің өрістерінен қосады. Яғни бірінші мәтін, екінші, яғни мыналар соответственно осының мәтіндері. Келесі. Енді мына кесте данный момент маған кесте ретінде қазір тура үсіп тұрған, ұнап тұрған жоқ, маған шетте емес, сәл ортада тұрсын деген келеді. Ортада тұратынға жауап беретін тег бар, бізде ол allision деген тег. Allision деген тег ол бізде left, center, right, justify, ол бізде оның қалай орналасуына, горизонтальный бағытта қалай орналасуына жауап береді. Сонда table border'ның ішіне allision дейтін болсам, center дейтін болсам, ол маған ортаға орналасады. Яғни ортада орналасып тұр. Бірақ данный момент мына кестенің нормально пока что маған ұнап тұр. Но бірақ осы кестенің қандай кесте екенін мен біліп тұрған жоқпын. Мысалға, пока что шаблон болған күннің өзінде де осы кестенің бір какой-то тақырыбы болу керек, дұрыс па? Яғни мына кесте не туралы кесте екені айтылу керек. Яғни кестенің тақырыбы, кестенің аты ол бізде caption деп аталады. Бұл кестенің тақырыбын білдіретін тегтер деп атайды. Яғни қараңыздар. Осы жерде бізде осының ішінде мыналайынан асты қарай түсіп қойсаңыздар болады, потому что главный алдыңғы сабақтарда айтқандай, мына жерде ашылып, мына жерде жабылып тұр, и ол бізге осының өзіне жетіп жатыр да. Caption тең болады, қараңыздар, осы жерге caption тең болмайды. Бұл caption деген ол мына жерде жазылмайды даже. Ол кестенің ішіне мына жерге жазылады. Caption. Может быть, астына да жазылуы мүмкін, ол негізі. Қазір көрсетем. Caption. Кесте атауы деп өзім. Бердім. Мына жерге берем. Кестенің атауы пайда болды. Қараңыздар, данный момент мына кестенің атауы жоғарыда орналасқанын, бірақ ол тегтің мына жерде орналасқанына байланысты емес. Яғни бізде по умолчанию кестенің қай жаққа орналасуы всегда төбесінде тұрады. Соответственно, біз оны кестенің астына беруімізге болады. Ол үшін allision деп, bottom деп берсек болғаны. Bottom деп беретін болсақ, ол бізге астына қарай ауысады. Яғни осылайынан да беруге болады. Бізге ол пока что данный момент керек емес, бірақ кейбір керек жағдай болатын болса, осылайынан бересіздер. Так.
кесте атауы деп былайдан бере салайын. Бердім, атадым, кесте атауы кетті. Келесі нәрсе бізде былай. Қараңыздар. Данный момент мына кестенің қазір орналасып тұрғаны былайдан нормально, только маған мынаның көлемі ұнап тұрған жоқ. Значит, размерін мен беру керекпін. Яғни оны беру үшін маған керек нәрсе бар. Ол with бен height деп айтылады. Оны процентте берсек болады, немесе пиксельмен берсек болады. Ол тейблдің ішінде жазылатын, яғни біздегі атрибуттың бірі, яғни бізде ол мына with тең болады. Мысалға 40%, ал height тең болсын, например, биіктігі ені 40 болсын, биіктігі 50% болсын. Сол кезде бізде кестенің түрі 50%-ке жанынан 40%-ке үлкейеді. Яғни бізде осындай кішігірім не пайда болды. Осындай кестенің көлемі үлкейді, яғни уже кесте әжептәуір үлкен болды. Енді үлкейгеннен кейін біз аңғарып жатырмыз, кестеміздің жақтауларын цветі серый, точнее қара, бірақ анық емес қара болып тұр. И осының цветін біз берсек болады. Ол цвет, мысалға, ол бізде border color деген бар. Бұл кестенің жақтауларының несін береді? Ол кестенің жақтауларының былай жатқан кезде цветін береді. Бұл border деген шекара болса, border color деген шекараның цветі. Например, red деп беремін, сохранить етем, обновить етем. И менде уже кішігірім пайда болды. Келесі нәрсе back color деген бар, background color. Бұл border color деген осы тейблдің ішіндегі атрибут болатын болса, ал мына жердегі back color дегеніміз ол бізде жол ұяшығының фон түсі деп тұр. Немесе былай жатқан кезде мынаныкі болуы мүмкін, немесе мынаныкі болуы мүмкін, немесе яғни бір жолдық ретінде қабылдасақ болады, немесе бір ұяшыққа да біз back color берсек болады, немесе кестеге целиком берсек болады. Давайте бірінші ең алдымен көрсетейін back color деп кестенің ішіне, мысалға back color деп ішіне какой-то бір green деп бір цвет берейін. Енді осы жерде қалай көрінеді? Ол бізде цветі на green емес, какой-то не болып тұр оны. Lime деп бере салайыншы осыны. Ондай цвет бар ма? Мына осы lime деген цвет жасыл цвет болып тұр. Қараңыздар, осы жасыл цвет беріп тұр, бірақ бұл бүкіл кестеге беріп тұр да. Енді осы кестеге емес, так, cyan деп бере салайыншы осыны. Көзді ауыртпайтын цветті мына. Cyan деген цвет осы жерге кестенің арқасына қарай беріп тұр. Енді қараңыздар, осы жердегі кестенің осыны қазір X деп алып, Ctrl X деп аламын да, бірінші TR-ға беретін болсам, яғни бұл біз обновить ететін болсам, тек қана бірінші жолға ғана қатысты болады. Осы жерден back color'ды алып, мен мысалға бір TH-қа беретін болсам, значит, соответственно, бұл жерде не болады? Бір ғана ұяшықтың мәніне, яғни back color болады. Тура осылай сіздер әрбір ұяшыққа back color деп мысалға түстерін беруге болады, немесе бір жолға беруге болады, немесе кестенің бүкіл целиком, яғни барлығына беруге болады. Значит, соответственно, бізге негізі көбіне қолданылатын, негізі жолдарға қолданылады, немесе целиком кестеге қолданылады, бірақ ұяшықты какой-то ерекшелеу үшін сіздер осы жерде TR-ларға әртүрлі цветтер берсеңіздер болады. Например, мына жерге blue деп, и мына жерге мысалға red деп, мына жерге беруге болады, мысалға yellow деп. Сол кезде, яғни бірінші ұяшықтың цветі cyan, екінші көкпеңбек, үшінші қызыл деген сияқты цветтерге өзгереді. Яғни осылайынан әртүрлі біздер цветтер беруімізге болады. Так, по умолчанию бізде олардың барлығы белый цветке тең болады екен. Так, мыналарды өшіре салайық. Так, келесі өшіре салайық. И осы жерде осылайынан бердім. Осы күйінше тұра бердім пока что. Енді келесі нәрсе бізде келесі тегтер бізде келесі тег ол бізде background URL дейді. Background дегеніміз бұл бізде кестенің артындағы фонға, яғни какой-то бір сурет қою, ол бізде тоже болады. Например, Қазақстан деп
ту деп жазайыншы. Қазақстан туы, картинки, осы жерден PNG форматта бола салайын. Мына суретті бола салайын. Так. Сохранить как дейін да. Осы жерде JPEG емес, маған PNG керек еді. PNG аған дұрыс болады, әдем көрінеді. Так. Мына жерде сохранить как дейін. Надо JPEG болып тұр, бапты. Ту деп бере салайын. Осыны ту деп бере салайын. Ол менде рабочий столда орналасады. Так. Енді қараңыздар. Осы жерге бір цвет берейін. Енді осы жерге цвет беру үшін мен тейблдың ішіне, обязательно осының ішіне background деп беремін. Background тең болады to.jpg. Бердім, сохранить еттім, обновить еттім, орындалмады. Бұның орындалмай жатқан бірнеше себебі болуы мүмкін. Негізгі себеп бұл жерде браузердің поддерживать етпей жатқаны болуы мүмкін. Так, тура сол айтқандай болыпты. Яғни браузердің поддерживать етпей жатқанынан қарағанда, осы жерде Microsoft Edge'те мынау көрінбей жатқаны сол браузердің браузер көрсетіп тұр екен, просто формат суреті кішкентай болып тұр екен. Яғни осы жерде кішкентай болып көрініп тұр екен. Соответственно, осы жерде сурет тұр, просто бізде ол не болып тұр, кішкентай болып көрініп тұр екен. Яғни сурет, соответственно, егер дәуін табатын болсаңдар, ол сендерде более әдемі болып көрінеді. Так, келесі тег бізде мыналарға да қазір кейін айтамын, мынаны кейін айтам. Біздегі келесі тег, ол бізде cell padding пен cell spacing. Қараңыздар, cell padding дегеніміз бұл ұяшықтардағы мән мен шекара арасындағы арақашықтық. Cell spacing деген пиксель бойынша ұяшықтардың арақашықтығы. Cell padding дегеніміз мәтіннің шекаралардан алшақ орналасуына жауап береді. Ал cell spacing дегеніміз ұяшықтар арасында кішкентай арашық тұр ғой. Соның арасының алшақ болуына жауап береді. Сонда бізде былайынан болады. Алып салайын. Так, ол бізде тейблдың ішіне жазылатын тоже қасиет. Мына cell padding тең болады. Например, 3-ке тең болсын. Мына жерде бірінші осыны көріп алайық. Так, cell padding. Мынау менде, яғни кестелерді қазір 3-неге алып беріп жатыр. Тура осы жерде cell padding 3 емес, мысалы 7 деп бере салайын. Сол кезде менде мәтін, яғни 7 неге қарай алшақтады шекарадан. Енді cell spacing дегеніміз ол бізде ұяшықтардың арасындағы бос орын. Space деген бос орын емес пе? Space деп беретін болсам, қазір мына жердегі алшақтық өзгереді. Яғни мына жердегі алшақтар кесте жиектерінің ұяшықтардың арасындағысы мынау өзгеріп кетті деп айтуға болады. Енді тағы да бір нәрсе бар, қараңыздар. Бізде кестелердің арасында мысалға мыналар бірігіп кетуі мүмкін, немесе мына екеуі бірге болуы мүмкін. Яғни бізде мыналардың барлығы целиком бір мән болуы мүмкін. Ол кезде не істейміз деген сұрақ. Ол кезде былайдан болады. Оған көмекке келетін бізде call span мен row span деген бар. Бізде call дегеніміз ол бізде колумн, яғни бағандар дегенді береді. Яғни бағандарды біріктіреді. Row деген ол бізде жолдарды біріктіретін, яғни біздегі атрибуттар былайша айтқан кезде. Ол бізде кестенің ұяшықтарына қолданылады. Например, тура осы жерде мәтін деген жерде мысалға мынаны біріктіретін болсам, осыны біріктіретін болсам, онда мен былай істеймін, қараңыздар. Бары болғаны, бір-екі деп кеткен. Бір болсын, так, сохранить. Мына қараңыздар, осы жерде мынаны біріктіретін болсам, онда былай жасаймын. Бары болғаны мәтін деген жерге басамын да, мәтін 1 деген жерге барамын да, осы жерге мен беремін, ол кезде былайынан болады. Яғни қатарды біріктіріп атқаннан row span деймін да, тең деймін да, қанша яғни ұяшық алып жатыр, ол менде 2 ұяшықты алып жатыр. 2 ұяшықты алып жатыр деген кезде менде мынау бірігіп кетті, бірақ та мынау жоқ болып кеткен жоқ, ол мынаны ығыстырып жүрді. Яғни, значит, соответственно, мына жердегі мәтін 2 дегенді мен
өшіріп тастайтын боламын, и соответственно менде уже нормальный мән қалыптасты, яғни менде мынау мәтін орналасты. Тура осылай мысалға мәтін 2 мен мәтін 1 мен мәтін 1-ді немесе мына мәтін 3-терді біріктіретін болсақ, ол бізде былай болады. Яғни мен мәтін 3-тен, яғни мына жерден біріктіретін болсам, соответственно бұл тдның ішіндегі екіншісі, осының ішіне 2 ұяшықты алады дейтін болсам, соответственно мына екеуін біріктіреді, мынау шешкеге қысады, и оны өшіріп тастауыма тура келеді. Значит, мәтін 3-тегі мынау біріншісіне емес, екіншісіне жазамын, себебі ол жерге берер себебім біріншісіне беретін болсам, ол мынамен мынаны біріктіріп қояды да, қазір мынамен мынаны. Маған мен мынамен мынаны біріктіргім келіп отыр. Сол себепті де мен осысынан бастап, яғни қай жақтан бастап біріктіргіңіз келеді, соған қарай бересіз. Обновить етемін, менде мынау біріктірді, мынау болса сыртқа қалып қойды. Яғни осыны мен мәтін 3 дегенді алып тастай саламын, сонымен менде осылайынан кесте орын алды, и осыған мысалға біріктірілген жерге былайынан бере салсам болады. тдның ішіне тура осылай backcolor деп тең мысалға yellow, мына жерге backcolor тең болсын purple деп берді. И бізде осымен сабақ аяқталды. Жалпы сабақ аяқталдық қоямын, ё-моё. Бізден тхитпен tbody и tfoot деген айтпаппын ма, кстати. Бұлар ешқандай кодта былайша айтқан кезде кодқа влияние жасамайды. Бұл хеттер, яғни бұл не үшін керек? Бұл бізде мысалға айтайық, тура осы кестенің түрімен айтайын. Мысалға айтайын да, мен осы жерден осы кестені 3 бөлікке бөлемін. Яғни мына жерде мына кестенің мысалға осы жер басы, мына жер болса ортасы денесі, мына жақ аяқ жағы деп айтайын. Осылардың барлығына, яғни әр қайсысына жеке-жеке көшіріп жазбау үшін мен осыларды 3 бөлікке бөлемде, бары болғаны тхит деген жерге стиль бересі салсам, яғни осы жерге шейін бөлген жерім менде бірдей стильмен былайша айтқан кезде өрнектеледі. Ол деген сөз былайынан қараңыздар. Тура осы жерді қазір көрсететін болсам, ол мысалға ең басында қазір менің кестедегі тақырыбым, осы жердегі ең басы ғой. Осы жерге мен тақырыпқа былайынан бересем. Тейблдің ішінде мына тхит. И осы жерде мысалға осымен біткен соң мен тхитті аяқтаймын. Тура осылайынан мен мына жерде аяқ жағы, соответственно мына мен мынау менде бұл tbody болады. Яғни мына жерде мәтін екілердің барлығы менде tbody болады. Мынау менде tbody, қазір осы жерде бірінші жолдан емес, мысалға мына жерден бастап жабылады. Так, бірінші жол емес, екінші жолдан бастап tbody жабылады. И мына жерде tfoot деген бұл аяғы деп аталады. Кестенің аяқ жағы мынау бізде менде tfoot болады. И осы tfoot менде ең соңында жабылады. Бірақ tablедан соң емес, обязательно tablеның алдында жазылады. Берем, мына жерде ол ешқандай былайша айтқан кезде кодқа негізінде былай айтқан кезде қатты влияние әкелмейді. Бірақ та бұларды сәндеген кезде ол өзінің влияниесін береді. Например, бірдей стиль беретін болсаң, тхитқа мысалға бірдей какой-то бір цветке боялсын десең, сол кезде ол мына жерде алдындағыдай бір жерге емес, яғни бүкіл екеуіне ғана бірігіп кетеді. И стильдерді берген кезде тоже екеуіне екі ұяшық. Енді мына жерде данный момент екеу болып тұр ғой, а так ол болуы мүмкін. Мына жермен сынайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ұяшықты бір десе, мысалы 6 жолды қамтуы мүмкін да. Сол себепті де осыны қолданылады. Бірақ бұл ешқандай былайша айтқан кезде бір особо не қатты бұлсыз да кесте стиль береді деп жатқаным ғой. Яғни кестені құратын обязательно table, tr, td, таштарда бұл осы жерге просто мазмұн береді. Бұл мынау тақырыпты береді, мынау бізде негізгі мазмұн береді, и соңындағы қорытынды беретіні ол бізде tfoot болады. Осымен точно тақырып бітті. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға сау болыңыздар.